Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Ордадан сөйлеп тұрмыз. Бүгін біздің айтатын темамыз артроз деген тема бар. Артроз. Артроз дегені оның қазақшасы аты сүйектің жемірілуі. Сүйек, мысалы, тізеде көп болады о. Бізге көп келеді, апалар келеді. Сүйек жеміріліп, бір-біріне сүйек тиіп қалады да, музыка шала бастайды кейін. Ғыр жүргенде кәдімгі қардың үстінде жүресіз, соған музыка шалынады. Енді оны рентген или МРТ КТ қылатын болсаңыз, сүйек жеміріліп бір-біріне жабысып қалады былай. Атақ мына сүйектің ортасында жылтыр не болады? Сіңір, жылтырап тұрады да былай. Сол жеміріліп, сүйекке сүйек тиіп қалады да. Вот этот процесс называется артроз. Енді артроздың ең себептері көп. Ең бірінші себебі это холод, суық. Кім суық жерде істейтін болса, кім переохлаждение болса, обязательно артроз обеспечен. Так, мен Ленинградта аспирантурада оқып жүргенде 27 жасар балерина қыз келген маған. Сұлу қыз. Армянка қасам. Мойны қисап қалған былай. Мойын турлап қойдық. Оны кеп сөйлестік екеуміз. Сөйтсек, ол балерина екен, мұзда ұшатын бар ғой. Мұзда ұшар екен, спортсменка да. 6 жастан бастап олар берер екен мұзға ұшуға. Хотите, я вам покажу, музыку спою деді ғой. Жаңа алмаған. Давай дедім. Сөйтсем, қолдарының барлығы шықырлайды екен ғой жаңағыдан. Шықыр. Қолымадан кәдімгі шықырлатып, маған бір симфонияны шалып берді ғой. Мен айтым, шөне қой дедім. Сөйтсем, олар 36-35 жасында барлығы неге шығып қалады екен. Екінші, бірінші группаға инвалидность. Вот холод как действует. Ана мұзда тыр жалаңаш бір түрістікпен шөберген мұз өтіп кетергенде сүйекке и артроз наступает. Енді қазіргі бізге келіп жатқан аурулардың бәрінің кім артрозбен келсе сұрасаңыз, обязательно олар суықпенен жұмысы байланысты болғанда, теплицада істеген, диқаншылық қылған, или огород қылған, басқа қылған, соның себебіне келіп шыққан болады. Сол үшін артроздың ең бірінші себебі холод. Сол үшін артрозға өте пайдалы нәрсе ыстық. Енді екінші бір жері бар. Аяғы артрозда, бірақ міне аяғында давлениесі бар да. Міне кетті. Еще ожирениесі бар. Ожирение, артроз, аяқ ысып кеткен, міне ожирение, өзі әрең жүреді, давление 200. Сондай бабушкалар бізге келіп жатыр. Қайтып түзету керек оларды. Ой, еще жировой гепатоз. Оларды түзету үшін ең бірінші диета. Біздің малқам диета отырғызып, ол аздыру керек бірінші. Азғаннан кейін физкультура. Без физкультура никак не пойдет. Физкультура болғанда олар көп жүре алмайды. Оларға не керек? Велосипед. Үйде велосипед айдай беру керек, оның да нормасы бар. Велосипедті көп айдай берсе, ол зиян тиіп кетеді. Енді әнеугін біреу көпті, біреу айтты, көп жүру керек артрозға дегенде, жүріп, вообще кейін аяғы ысып кетіп жүре алмай қалғанда, анау жүре бергеннен кейін сүйек тие бергенде, аяқтан айырып қалған ғой. Соның үшін кім артроз болса, жүру нельзя. Физкультура должен быть очень нормированный, щадящий болу керек. Так, оның емдеу методтары біз без хирургический жолмен оны емдейміз. Бізде иглотерапия, массаж, гирудотерапия, специальный жағатын маздарымыз бар. Бірақ ең бірінші оларды біз бауырын, печень, почки, поджелудка тазалаймыз. Малқам отырғызамыз, диета отырады. 5-6 килограмм азғаннан кейін сразу тізе жеңілдейді. Одан кейін тізеге жағатын специальный біздің шөп дәрілерден дайындалған, әсіресе жыланның майынан дайындалған бізде не бар? Маз. Соны жағамыз, өте пайдасы үлкен. Енді артрозды ақырында 4-4-4-4-4 барған кейін сразу хирургтар бастықтар бастайды ғой, операция деп. Енді без операция выход жоқ енді. Желательно операцияға апармау керек та. Операция болғаннан кейін ол чужой, енді темір ғой ол қойылған. Адамға чужеродный, все чужеродный. Енді бірақ қойғаннан кейін жүріп кетеді. Так, бірақ біздің мақсат, что операцияға апармау керек. Кто заболел артрозом, до операции нельзя доводить. Оның үшін жаңадағы режимді ұстау керек, физкультураны қылу керек, весті тастау керек, так, жировой гепатозды кетіру керек, жолдардың бәрі көп. Солардың бәрін істесе, ол анау неге бармайды. 3-4 степенге бармайды. Біздің мақсат, сіздер 3-4 степенге бармаңыздар, так, операцияға түспеңіздер, ауырмаңыздар, денсаулық тілейміз. Кім артроз болса, бізге келсе болады, пожалуйста.